Талғат Темірбек ағамыз бір сұхбатында айтыпты, театрға заманауи драматургия жетіспейді деп. Шынымен де бір заманауи драматургия сіздерге жетіспей жатыр ма, жоқ әлде жаңағы Әскерхан ағамыз айтқандай қаржылық қолбайлаудан болып әйтеу өмірден өтіп кеткен бұрынғы дайын тұрған дүниелерді қоя беру бір үрдіске айналып кетті ма? Енді көрерменнің алдында жаңағы театрға шақыру билет, сосын тойға шақыру билет тұрса, міндетті түрде тойға барады бізде. Екінші жағынан бұл жаңағы драматургтердің шығармалары жалпы біздің театрларда қарқынды қойылмайтын себебі қаржыға байланысты ма деп ойлаймын. Біздің театрлар көбінде бұрынғы өмірден өткен немесе жаңағы Европаның бұрынғы классиктерінің шығармаларын қоя береді. Оларға ешкім қаламақ төлеп қандай бір нелер болып жатқан жоқ. Бізде кейбір көп драматургияларда жаңағы сөзді көбейту үшін болып кететін жайттар да жоқ емес. Бетін шығарманың көлемін ұлғайту мақсатында да кетіп қалатын көп бос әңгімелер болып кетіп жатады. Көрерменнің ұсынысымен жұмыс жасайтын болсақ, театрдың шығармашылық деңгейі төмен түсіп кетуі мүмкін. Армысыздар, құрметті тыңдарман қауым, көрермен қауым. Театр Қазсұлудың көз жасындай мөлдір өнер. Театр адамның өзін-өзі сахнадан көріп, өзін-өзі түсінетін орын, немесе театр сымбат өнердің ішіндегі ең зор өнердің бірі деген сияқты сөз өргілерінің айтқан талай-талай керемет нақыл сөздері бар. Рухани кемелдік пен мәдени өсуге ықпал ететін бірден бір орын ол театр. Рухани тұрғыда емес, материалдық тұрғыда баюды көздейтін қазіргі қоғамда театр сүйер қауымның қатарын қалай көбейтеміз деген сұрақтың төңірегінде және өзге де сұрақтар бойынша бүгін талқылайтын боламыз. Бүгінгі біздің қонақтарымыз ақын, драматург Әскерхан Ақтай ағамыз және қазақ драма театрының актері, Чалды студенттер театрының жетекшісі Ертай Қасенов ағамыз. Сондай-ақ жас көрермен театрының көркемдік жетекшісі Едіге Ақылбеков. Бірінші сұрақты Едіге өзіңнен бастасақ, қазіргі қазақ театр өнерінің бағыты қандай жалпы біздегі? Енді театр өнерін сүйрейтін, соның көшін жөнге салатын мықты режиссерлар мен мықты актерлар. Енді көбінесе режиссерлар. Қазір енді көптеген формаларда түрлі жанрларды ойлап тауып жатыр, неше түрлі формалар ойлап тауып жатыр. Оның бәрі енді театрды бұрыннан көріп келе жатқан, спектакльдерді бұрыннан келіп жүрген көрерменге жақсы шығар, жаңағы басқа дүние ұсыну деген сияқты. Ал енді сол формаға да жаңағы көрермен үйрену керек, дайын болу керек деген сияқты. Сондай стильдерге де қайта кетіп бара жатыр деген кезде айтарым, енді Әуезов театры, болмаса Мүсірепов театры, болмаса Қалибек Қуанышбаев театры, сол үлкен ұлттық театрларымыз қайда кетіп бара жатырса, басқа облыстағы театрларда сол бағытта жүріп жатыр. Сол көштің соңынан еріп жатыр. Жаңағы жаңалық болса да, театр әлемінде жаңалық болса да, сол жақ істеп жатыр деген сияқты. Ал облыстан бірден жаңалықпен жарып жату сирек. Ал енді қазір енді көбінесе режиссерлар өздері бір инсценировка жасауды әдетке айналдырып келе жатыр көбінесе. Бұл енді жақсы түс деп ойлаймын. Жалпы Қазақстанда енді кейінгі жылдары жас драматургтар аздап шығып жатыр. Бір жылдары мүлде жоқтың қасы болып кеткен кездер болды ғой драматургия. Енді жазылып та жатыр, бірақ қазір режиссерлардың көбі сол мықты прозалық шығармаларды инсценировка жасау арқылы сол үлкен прозадан, романдан өзі қысқартып, сахнаға лайықтап солай істеп жатыр көп шығармалар. Прозалық болсын ғой, енді қазір мына театр мен драматургия бір-бірін таппай қалған сияқты, екі жақты өмір сүріп жатыр деген пікірлерді оқып қалдым мен, көріп қалдым. Енді бүгін драматург ағамыз шақырдық. Енді біреулеріңіз көркем жетекші, біреулеріңіз театрдың актерісіз. Осы сұраққа үшеулеріңіз де жауап берсеңіздер жалпы. Шынымен де бір-бірінен ажырап қалды ма? Прозаларды жөндеп, сахнаға шығару деген мысалы, немесе бізде драматургтер аз ба? Драматургтер жаңалық аша алмай жатыр ма әлде? Әсаға өзіңіз бұл сұраққа драматургсыз ғой. Арға Едіге жалғаса. Бұл сұраққа жауап беру үшін біраз дүниелерді айтып өту керек. Қазіргі драматургияның деңгейі қандай бізде деген сұрақтарға жауап беру керек. Қазіргі жазылып жатқан драматургиялар шынымен жаңағы мықты режиссерлердің талаптарына жауап бере алып тұр ма, заман талабына жауап беріп тұр ма деген
сұрақтар төңірегінде бастасақ, мысалы, қазір енді жас драматургтер шоғыры қалыптасты. Олармен біз үнемі сөйлесіп отырамыз. Мына WhatsApp-та басқа нелерде үлкен платформалар бар. Жыл сайын еркін драматургиялық шығармаларды бірнеше талқылаулар өтеді. Соған жаңағы шетелдік драматургтердің жаңа тәжірибе қаналарынан өткен еліміздегі жаңағы жетекші үлкен драматургтерден сабақ алған кәсіби драматург азаматтар бар. Солар жаңағы осындай талқылаулар, клубтар ұйымдастырады. Қазіргі драматургияның қарқыны соңғы 1-2 жылда көтерілді деп айтсақ болады. Жаңа есімдер пайда болды. Бірақ олардың шығармалары тым сондай өте қарқынды қойылып жатқан жоқ. Ол неге екенін өз басым түсінбеймін. Екінші жағынан бұл жаңағы драматургтердің шығармалары жалпы біздің театрларда қарқынды қойылмайтын себебі қаржыға байланысты ма деп ойлаймын. Біздің театрлар көбінде бұрынғы өмірден өткен немесе жаңағы Европаның бұрынғы классиктерінің шығармаларын қоя береді. Оларға ешкім қаламақ төлеп қандай бір нелер болып жатқан жоқ. Ал керісінше жастарға жаңағы жас буынды қазіргі заманауи шығармаларды қолдау үшін қаражат керек. Оларды көрсету керек. Бірақ осыған жаңағы театрлардың көбісі құлықсыздау ма деп ойлаймын. Бірақ енді жаңағы жас драматургтердің шығармалары белгілі деңгейде театрларда сахналанып жатыр. Өте қарқынды емес. Енді жаңа прозалық шығармалардың ішінен образдар іздеп, оны жаңа драматургияға айландыру деген жаңағы енді бір нәрсенің тонын бір нәрсеге айландыру ғой. Ондан прозадан да драматургия шығады әдемі. Мен де өзім бірнеше не жасаған сценарий бар. Бірақ дайын драматургия тұрса мына жақтан неге ана жақтан қопарып, басқа қорадан мал айдап келіп ана қораға қамаудың не қажеті бар мысалы. Драматургияның заңдылықтарына салып жазып қойды ғой мына жақта жаңағы. Кәсіби драматургтер, жастар, басқа аға драматургтер соның ішінен алып неге көріп пайдалана беру керек. Ол жаңалық іздеймін деп жаңа бір көрерменге түсініксіз заманауи осындай тәсілдер деп жаңа бір басқа стильдер деп ана жақтан бір нәрсені құрастырғанмен жаңа оның көрерменге өтуі, өміршеңдігі деген өз алдында мәселе болып болады. Сондықтан қазіргі қазақ драматургиясының деңгейі жақсы, жоғарғы деңгейде. Едігенді өзің қалай ойлайсың енді? Мына Талғат Темел ағамыз бір сұхбатында айтыпты, театрға заманауи драматургия жетіспейді деп. Шынымен де бір заманауи драматургия сіздерге жетіспей жатыр ма, жоқ әлде жаңа Әскерхан ағамыз айтқандай қаржылық қол байлаудан болып әйтеу өмірден өтіп кеткен бұрынғы дайын тұрған дүниелерді қоя беру бір үрдіске айналып кетті ма? Енді Әскерхан аға жаңа дұрыс айтып отыр. Негізі кейінгі жылдары жалпы драматургияда қазір кішкене көбейе қатар өсіп жатыр, қойылып жатыр. Сонымен қатар мысалы Мұрат Қолғанақ деген жігіттің шығармалары қойылып жүр театрларда. Одан кейін Абылай Молданов деген драматургтың шығармалары. Жалпы Қазақстанда жыл сайын өтеді, драма KZ деген байқау өтеді. Ол онлайн болады. Соған жаңағы жазған шығармаларын, драматургияларын, пьесаларын жібереді. Соны жаңағы талқылап, жаңағы соның үздіктерін анықтап, үздіктер сайтқа шығарылады, жаңағы драма KZ деген. Сөйтіп сол сайттан режиссерлар қарап, оқып, танысып, жаңағы осыны қойсам деп, сөйтіп жаңағы кішігірім базарлық жасап, сол жерден алып қойылып жатыр негізі ақырындап. Ал енді драматургияның жаңағы енді ең басты жаңағы критерийлері бар ғой, жаңағы уақиғаның басталуы, исходный событие дейді, жаңағы осы драматургиядағы оқиғаның болуына түрткі болған жағдай деген нәрсе бар. Оның жаңағы театр тілінде жаңағы исходный событие дейді, түп төркіні, әңгіменің түп төркіні қайда жатыр деген сияқты. Сол енді драматургияның құрылымы жақсы келіп тұрса, негізі қызықпайтын режиссер жоқ негізі. Соны жаңағы кейіпкерлердің бір-бірімен байланысы, шиеленісі, шарықтау шегі, сол жаңағы негізгі қажет дүниелері бар болса, драматургияда оны ары қарай жақсы жұмыр спектакльдеп шығарып кетуге мүмкіндік көп негізі. Сол енді көп жағдайларда енді кейінгі болсын, жас болсын, үлкен кісілер болсын, драматургияның уақиғалар желісі, тізбегі, бір-бірімен байланысы өте аз болсын. Мысалы, әлемдік шығармалар, классикалық шығармалар деп неге айтады? Өйткені ол әр сөзі артық емес, сөз үшін емес ол жерде. Ол белгілі бір соңында ол
өзі не үшін болғаны бәрі ашылып жатады да. Кез келген жағдай кездейсоқ болмай қалады. Бізде кейбір көп драматургияларда жаңағы сөзді көбейту үшін болып кететін жайттар да жоқ емес. Бетін шығарманың көлемін ұлғайту мақсатында да кетіп қалатын көп бос әңгімелер болып кетіп жатады. Сондықтан бірақ бізде қазір драматургияны оқытып жатыр Алматыда жүрген академиясында. Дулат Исабеков ағаларымыз деген сияқты кісілер сабақ беріп жатыр. Сұлтанәлі Балғабаев ағаларымыз драматургтерді оқытып тәрбиелеп жатыр негізі. Жыл сайын бітіріп шығып жатыр, олар жазып жатыр дегендей. Жалпы бет алысы мен жақсы деп ойлаймын. Бұрын осыдан 10 жыл бұрынғыға қарағанда қазір жақсы. Жақсы, иә. Ерте енді өзіңіз актер ретінде жалпы сіздің көзқарасыңыз осы сұрақтарға қандай ой түйесіз қарап отыр? Сіздер сахнадан қарайсыздар, біз алдан қараймыз. Енді бізге режиссер қандай драматургпен кездесті, қандай шығарманы әкелді, бізге алдымызға келген нәрсені біз өзіміз соны актердің мақсаты қандай спектакль қоямыз, қай драматургпен шешілетін ол режиссер шешеді ғой. Біз енді бізге берген нәрсесін біз ойнап шығу мақсат актердікі. Енді былай қарап отырсаң кейде отырып аламыз да ойбай ана драматург жаман, мынау жаман деп айта берсең ол еш нәрсе қалмай қалады да. Соны әкелген нәрсені енді негізі қазір жаңа едік айтып отыр ғой, біздің қазір режиссерлар өзі бір жаңашылық ашпақшы болады да енді. Ол енді дұрыс қой, енді жұмыс басталады, бір өзгеше жасаңыз, біреуге ұқсағысы келмейді. Қазір енді заманауи тенденция қаптап кетті ғой, қазір интернеттен бәрін көріп аламыз да, біз еш нәрсеге қызықпаймыз. Бұрын біздің телефон, ұялы телефон жоқ кезде біз ең бірінші театрға барып қызығатынбыз да, театрдан көретін нәрсеміз. Қазір біз интернеттен көреміз да, біз келген кезде біз театрға бір адам келген кезде бір таң қалатын нәрсе жасауымыз керек та. Сондықтан біз енді қазір драматургияның шын айтқан жаңа едік айтып отыр ғой. Бұрынғы классика неге ол енді шын айтқан кезде жазылғаны нұсқасы, айтатын ойы, мағынасы, мәні болды да. Қазір біреулер бетпен жазады да, ішінде ой жоқ, енді әртүрлі жаңалар жазып отады да қазір. Енді оны біз енді облыс болғаннан кейін көп драматургтер көбісі Алматы мен Астананың айналасында ғана жүреді. Енді оны режиссерлар келіседі, кейбіреулер келіспейді, кейбіреулер жаңа шын айтқан кезде шындық қой. Бағаға келіп қазір енді шын айтқан кезде бұрынғыдай театрға беріп мынаны сені осы драматургтың спектакльсінде қоясыңдар деген бізде бір нұсқау жол жоқ. Қазір қай режиссер, қай драматургпен келіседі, сонымен өзі келісіп, өзі қояды. Кейбіреулер енді Әскерхан ағамыздың да спектаклін қойдық қой біз өзіміз. Аласын қойдық. Режиссер екеуі 3 рет ауыстырды ғой. Енді кездесіп өздері былай өзгеріп бер, былай өзгеріп бер деп. Сол секілді режиссер мен драматург екеуі келісіп отыратын болса, ол керемет қойылым болады да. Мүмкін ол кісінің ойы мен режиссердің ойы совпадать ету керек қой бір-біріне. Ал енді кейде режиссердің ойы бөлек, драматургтың ойы бөлек, кейбір спектакльді әкеп қоя саламыз, ол әйтеуір ғана қойылып жатыр деген мағынада болып жатады да. Сондықтан енді негіз қазір драматургтер де жақсы шығып жатыр, айтып жатырмыз ғой енді. Режиссерлар да бар. Енді болашақта бұдан да жақсы режиссер мен драматургтер өздері орта құрып осындай бір нәрсе шешіліп жататын болса, ол енді болашақта жақсы қойылымдар болады деген үміттеміз. Жалпы біз театрға көрерменді тарта алмай отырмыз ба, жоқ әлде біздің көрермендердің жаңағы театр көруге деген бір құлқы жоқ па? Сіздер жаңағы әр қойылымды қойғаннан кейін немесе қоярдың алдында былай көрерменмен жалпы бір кері байланыс жасайсыздар ма жалпы? Қалай немесе жаңағы Әскерхан ағамызға драматургияны жазатын кезде жалпы халыққа қазір не керек? Халықтың қандай бір рухани сұранысы бар, ішінде қажеттілік бар дегенде. Енді режиссер да, мысалы актер да оны қарау керек қой, мысалы халыққа не керек? Қоятын кезде режиссер осы халыққа керек, осы арқылы біз көрерменді мәдениетке жаңағы өнерге тәрбиелей аламыз ау деген бір кері байланыс, ізденіс халықпен. Жалпы көрерменнің негізі қазіргі мысалы қаламызды алайық. Зрительдің көрерменнің алдында жаңағы театрға шақыру билет, сосын тойға шақыру билет тұрса, міндетті де тойға барады бізде халқымыз. Ол енді қанынан солай ма, әйтеуір ұят болады дегеннен қорқа ма, енді түрлі себептер мүмкін, бірақ тойды таңдайды бізде. Театрды екінші кезекке қояды. Жалпы театрға деген жаңағы қызығушылық немесе ынта, махаббат дейміз халықта аса жақсы емес ау деп ойлаймын.
Бірақ біз енді барынша тырысамыз, кішкене роликтер түсіріп, реклама жасап, жаңағы Инстаграм, ТикТок дейді, сондай нәрселеріміз бар. Соларды салып, актерлардың ойынынан, спектакльдің бір дәмді жерінен, әдемі сәтінен видеолар, фотолар салып, енді халықты барынша тырысып жатамыз. АДК деген ТРЦ-нің ішінде де бір роликтеріміз жүріп жатады арасында. Халыққа енді жарнама ретінде. Көп адамдармен мысалы танысып, несіп отырып, театрға келіп тұрасыз ба деп сұрасақ, жоқ, көп адамдардан естиміз, бір рет бұрын барып көргенмін, немесе мүлде барып көрмеппін, бару керек еді дейтін адамдар көп кездеседі негізі. Жалпы. Не істеу керекпіз енді? Жоқ, оны жаңағы сұрағын қойып жатсың ғой, көрерменнің ұсынысымен жұмыс жасайтын болсақ, театрдың шығармашылық деңгейі төмен түсіп кетуі мүмкін да. Біз енді көрерменге мынау ұнайды, мынау ұнамайды деп жұмыс жасайтын болсақ, ол келмейді. Біз бәр саланы өнердің деңгейі, ол театр ма, театр өзінің нәрсесін жасау керек. Көрермен соның үшін өзін таңдап алады. Енді әрбір көрермен әртүрлі ғой. Енді сол біз ана көрермен мынандай жасайды екен, мына көрермен мынау ұнайды екен деп қойсақ, онда біз көрермен жоғалтып аламыз. Біз қазір қоя береміз, көрермен келеді, келмейді емес, бар. Бірақ нәрсе бар да бізде. Қазір материалдық тұрғыдан қарағанда көрерменнің көбі театрға барып 2 сағат спектакль көрген орнына ол 2 сағат барып үйінде демалған жақсы көреді. Жұмыстан шаршайды, күнделікті қу тіршілік. Содан кейін біздің көрермендеріміз азайып жатыр. Енді қарап отырсаң, жаңа Едіге айтады ғой, кейбір сұрасаң, мына театр салды әлі ішін көрген жоқпын деген халық бар Өскеменде. Оған таңданбаймыз, үйреніп алдық біз. Сол емес, қазір біздің жұмысымыз көрермен тарту. Ол неге? Қалай тартамыз көрерменді? Қалай қызықтырамыз? Мен баяғыда бір сұрақ қойған кезде біз баланы қазір балабақшадан тәрбиелеуіміз керек театрға. Ол театрды сүйгеннен кейін қазір өйткені баланы біз театр тұрмақ, телефон, ұялы телефоннан айыра алмаймыз. Көретіні сол. Ол театрға көп 1,5 сағат көріп отырмын, сотықмен ойнағанын жақсы көреді. Сондықтан біз енді театрда біз енді ойбай болмайды деп айта бергенге болмайтын шығар. Негізі болады деп айтамыз. Болады. Кезінде жиналмаған көрермен жиналды ғой. Қазір де жиналып жатыр. Бізде қазір 2 театр, соның өзінде де көрермен бар. Салыстырмалы түрде соңғы 10 жылдықпен салыстырғанда қалай деңгейі қазір көрерменнің өсті ма, керісінше, или бір қалыпты ма? Немесе Көрермен енді мысалы театрдың тұрақты бір көрермендері бар, жаңағы үлкен кісілер, өздері премьераға міндетті түрде келіп тұратын. Ол бір шоғыр адам. Қалғаны ары қарай мысалы оқушылар немесе студенттер, солар 10 жыл өткеннен кейін жасы ұлғайып, ол үлкен студент болып бітіргеннен кейін ары қарай көп келмей кететін сияқты меніңше. Енді мектеп пен университеттер бізбен жаңағы достық қарым-қатынас дейміз, зрительмен, көрерменмен қамтамасыз етіп жатады көбінесе. Университеттермен, мектептермен байланыс жасап отырамыз. Ол бірақ мектеп жасынан кеткеннен кейін немесе университет жасынан кеткеннен кейін басқа жас жеткіншектер келеді, сөйтіп көрермен ауысып кете беріп жатыр қазір. Сол бір қатты бір 10 жылдық деп жатсыз ғой жаңа. Өзгере қойған ештеңе жоқ. Енді кейінгі уақытта енді сәл өзіміздің мүмкін алданышымыз бекен азап кішкене келе жатқан сияқты болып көрінеді енді. не істеуіміз керек асар? Сіз халықпен көп жұмыс істейтін адамсыз, бір жағы депутатсыз, бір жағынан шығармашылық көзқараспен қарайсыз, жалпы көрермен тарту үшін қандай ұсыныс айтар едіңіз? Не істеу керек еді театрдың адамдары? Не істей алмай отыр мысалы қазір? Енді бұл сұрақ өте күрделі сұрақ. Халықтың талғамына байланысты. Халық жақсы дүние болса, іздеп барып көреді. Мысалы жаңағы бізде Әуезов театры, немесе жаңағы Қуанышбаев театры, немесе Қабит Мүсірепов театрлар келген гастрольмен алдыңғы жылдар. Сол кезде билет табылмады ғой. Театр қазір халық көзі ашық, сауатты, ол ғаламтордың арқасында керекті нәрсе, жақсы дүниені халық іздеп барып көреді. Керекті халық ұнайтын дүние ұсынып жазса, халық көреді ғой. Көретін мәдениет көрермен бар дейсіз, өнер түседі. Сол жаңағы Еркеңнің сөзімен келсем, негізі сол балабақша, мектеп, олар ертеңгі көрермен ғой. Соларды жаңағы ертегілер, түрлі қызықты дүниелермен тарта беру керек. Соларға да жақсы дүниелер ұсыну керек, жақсы қойылымдар ұсыну керек. Олар ертеңгі көрермен.
енді мына көрермендердің қалыптасқан шоғыры бар негізі біздің осы облыс орталығында. Әртүрлі түрлі қойылымдарды көреміз, жаңа кейде өз барғанда жүрексініп барамыз. Мысалы аз болып қалар ма екен деп, жаңа театр үшін өзіміз ұялып қалмаймыз ба деп, жаңа кісі аз бола ма екен деп жан-жағымызға қараймыз. Енді шүкір, енді біраз көрермен бар, көрермен отырады. Оның көбісі жастар болады. Орта буын бір белгілі дәрежеде аз процент. Көбісі жастар, жаңа оқу орнының сондай. Сондықтан енді ары қарай ол жаңағы көрерменіміз бар екен деп тоқтап қалатын жұмыс емес. Ол театр тұрғаннан кейін ұдайы жұмыс жүру керек. Ол театр жан-жақты жұмыс жүргізу керек қой, қай мекеме болсын, әсіресе мәдениет саласындағы мекемелер. Өзінің негізгі жұмысы бар. Біз енді спектакль қоямыз, болды, көрермен келсе келсін, келмесе қоясын дейтін нәрсе емес. Немесе жаңа театр бір концерт даярлаймыз, келгендер келеді, келмегендер өзі біледі дейтін емес. Жаңа оның ішінде бұқаралық көпшілікпен жұмыс істейтін бөлімдер бар. Оның өзінің әдіс тәсілдер шығарып, жаңа халықты тарту керек, ынталандыру керек деген секілді. Жаңа жақсы дүниелерді үлкен сауда орындарына, жаңа YouTube-ға, басқа TikTok, соны кішкентай роликтер түсіріп, халыққа соны ұсыну керек. Бұларды кім ойнап жатыр екен, ол біздің актерлар екен, жаңа осыны көрейік дегендей ұғым тудырып, сондай жан-жақты жұмыстар болу керек. Оның бәрі жасалатыны жасалып жатыр, жасалатыны әлі алда деп те айтуға болады. Сондықтан енді негізі көрермен тарту мәселесін өте қатты жұмыс істеу керек. Өйткені біздің руханиятымыз, мәдениетіміз, ұлттық құндылығымыз мына жаһандану заманы деп жатырмыз. Сондықтан жаңағы жаһанданудан біздің ұлттық мәдениетімізді бір қорғап қалатын үлкен бір қорған қамал деп есептесек, соның біреуі театр. Театр соған сай тұру керек, соған сай болу керек, мықты болу керек. Руханият жаңағы жақсы бір сүйекті дүниелер болу керек. Ертең жаңағы бір жақтан бір адам келсе де ертіп барып ұялмай көрсетуге лайықты, немесе бір жерге гастрольдік сапарға шықса да жаңа ұялмай көрсететіндей бір жақсы дүниелер болу керек, құнды дүниелер болу керек. Қазір халықтың көбісі жаңағы жеңіл дүниелерге қарай ауысып бара жатыр. Театрлардың да кейбір бағыттары солай кетеді кейде. Кассамен ақша табу керек, жеңіл шоу, мысалы бір күліп бір ішінен ойып тастамайды әйтеуір. Көріп сол 1-2 сағаттан кейін ұмытылып қалатын дүниелер емес. Бізге мысалы жаңағы сүйікті дүниелер арасында театрдың репертуарында болу керек, ол керек. Мысалы жаңа Оралхан ағамыздың шығармаларына біздің театр қазақтарды қойған алдыңғы жылы Қалихан Ысқақтың өте күшті керемет шыққан. Сондай жақсы дүниелер мысалы. Көрерменге ой салатын, жылататын, көрерменде кейде жаңағы өзінің болмысын іздейді ғой. Өзінің болмысын іздейді. Шоу бағдарламалар YouTube-да анда-мында толып жатыр. Қазір өмірдің өзі сол, қазір алдамшылық бір нәрселер көп. Бірақ жаңағы көрерменде кейде бір болмысын, рухын оятатын жақсы дүниелер іздейді, ата-аналар іздейді, жастар іздейді. Соны қай жерден табады? Ол әдебиеттен табады, кітапханадан табады, концертке барады, соны театрға барады. Соны бір жерінен сондай нәрсе жаңағы көрерменнің ішіндегі бос кеңістікті, рухани бос кеңістікті толтыратын нәрсе керек. Ол жаңа сол театрдан табылу керек. Ол табылғанда қай жерден? Сол жаңа қойылымдардан, бір жерлерден жаңа рухты жақсы дүниелер алу керек. Біздің үлкен театрлар өте жақсы жұмыс істеп отыр ол бағытта. Ана Жошы хан, баяғыдағы Кенесары, Абылай хан тарихи дүниелер енді өте керек. Тарихи дүние бізге керек жоқ деп қоқысқа тастағанмен болмайды ғой. Ертең ұрпақтың санасында не қалады? Бүкіл азғындық, бүкіл пәлекеттің бәрі мына ұлттық құндылықтарды жаңағы қадірлемегеннен шығады. 100 жерден батыстың ағылшын тілін 100% біліп тұрсаң да, 100 жерден батыстың мәдениетін білгеніңмен, өзіңнің ұлтыңның тарихын, ұлтыңның құндылығын білмесең, обал сұбақты білмесең, қандай ұрпақ пайда болады? Көріп жатырмыз ғой шет жағасын. Енді жаңа айтқан жаһандық не келе жатыр деп, мысалы енді мына технологиялық қазір жаһандық өнер ығыстырып кетір ғой театрды. Мүмкін соған жол беру керек шығар. Жалпы қажет пе театр өзі? Енді деген сұрақ бар көрермендердің ойында. Бұл бізге мүмкін керек жоқ шығар деген. Театр деген өзі бәсекеге қабілеттілік қазір. Кім деген бәсекеге қабілетті болу керек мына заманда? Бизнесмен де бәсекеге қабілетті болу керек. Қазір бір дүкенің болса, дүкеннен алмай ана жақтан тапсырып алдыра салады. Дүкен бәсекеге қабілетті болу керек. Сол секілді жаңағы кітапханада бәсекеге қабілетті болу керек. Артистер де бәсекеге қабілетті болу керек. Театрда бәсекеге қабілетті болу керек. Бәсекеге қабілеттілігінен айырылсаң, тарихтың былай қоқысына қарай кетіп қаласың. Ондай нәрселер көп болды ғой. Заман деген өз бәрін бүйтіп елеп екшеп сөйтіп отырады да, қажеттісі қалады да, қажетсіз, бәсекеге қабілетсіз, дәрменсіз болсаң, өзіңнен өзің шығып қаласың жаңағы. Біз енді бәсекеден қалып, ойбай біздің театр қалып қалды,
біз бәсекеге ілесе алмай жатырмыз деп айта алмаймыз. Біз өйткені бәсекеде жүрген жатырмыз. Тәй бас келеткен бала, енді әрі кеткенде 25-тегі бала боз бала ғой. Оның құлауы бар, тұруы бар, оған алдыға сүйреуі бар. Енді шын айтқан кезде кейбір актерлар келді, кетті, өйткені олар енді облыстан гөрі үлкен қалаға кеткісі келеді. Орын ауысып жатыр, жаңа буын келіп жатады. Бірақ біздің театрдың қарап отырсаң, деңгейі төмен деп айтпаймыз, деңгейі бар. Шығады, ішінде бар, мықты актерлар, актрисаларымыз бар. Бізге қазір енді шын айтқан кезде мынау фестиваль, басқа жаққа барып, шын айтқан кезде жаңағы актерларымызды біліп танып жатыр. Кейбір үлкен театрлардан актерларына не үшін барады? Спектакльдеріне. Олар жаңа сериалдан көреді, кинодан көреді. Кейбір халық сол үшін барады. Енді бізде қазір өзіміздің актерлардың араларында да бар, киноға түсіп жатқан, сериалға түсіп жатқан, танымал болып жатқан. Енді қазір имидж дейміз ғой, театрдың имиджі сол актерлардың ішінде тұр. Оны біз енді биікке көрсету, оларды биікке шығару жаңағы басшылықтың қолында. Халық әрбір көрермен жаңа спектакльге келу үшін жаңа айтып отыр ғой, әскерхан, ой алып қайту керек деп. Енді оның ішінде тамаша спектакльдеріміз бар. Кейде бір шын айтқан кезде мен айтамын, қашанға дейін өзі жылап жүрген халықты жылата береміз да. Бір спектакльге келеді, айтып жылап, халық жылап кетті, мынау жылап кетті, көке, ол жылайды. Өйткені оның тағдыры солай болып тұр. Үйіне жететін наны баспаны басында баспанасы жоқ, халық жыламағанда не істейді енді ананы көріп алып. Содан кейде ойлайсың, осы халықты жылата бергенше бір көңілін көтерейші деп, жеңіл желпі жаңағы кассалық спектакльдер қоясың. Оған халық келеді, кішкентай көңілдері көтеріп кетеді. Тарихи драмаларды қоясың, халық келеді. Бірақ біз қазір тарихи драманы өзім ойымда әр салаға бөліп алды да, мынау батыр, мынау батыр, мынау мынандай жағдай деп. Тарихты қазір өзім шатасатын болдық қой. Кейде. Енді драматургия, мықты драматургтер бар, енді жазып жатыр қазақи. Жаңа айтылып жатыр. Сондықтан мен айтамын да, көбінесе осы драмалық спектакльді қойғаннан орнына күшті тарихи, қандық, батырлық, халыққа ұрықты сыйлайтын күшті кинолар түсіру. Ол телевизор қазір біздің жаулап отырған халық. Театр бір рет келеді, біз жаңағы бойды бір-екі рет көрсетеміз. Біз театрда ең маңызды тіл ғой. Тіл, ой. Ал енді сен киноға ол мәңгілік қалады ертең. Ол телевизор үйінде отырып, жолда келеді, соткадан көре беруге мүмкін халық. Ол рухани жастарға сол жағынан бізде тарихи драмалар бар жоқ емес, бар бізде. Кенесарыда қойдық, Керей Жәнібекті де қойдық, кімді қазақтарды да қойдық, Тұңғышбайға келіп қойдық қазақ театрында. Жастар театры бәріміз бірге жұмыс жасадық. Сондықтан біз енді театрда шын айтқанда мамандар да аз, өйткені келегісі келеді көбі. Бірақ материал жағынан тағы да қысылады. Жаңағы үй мәселесі дегенде, баспана мәселесі дегенде. Содан 1-2 жыл жүреді, анадан квартирада, мынадан квартирада жүргеннен кейін ол актер да кетеді. Сондықтан бәрі жағынан қарап olsаң енді мәселе бар, жоқ емес. Ал бәсекеге тұру үшін мамандар мықты болу керек. Жан-жақтан жылда мамандар ауысып отыру керек. Жаңағы негізі бұрынғы театрды сағынамын да. Бұрынғы театрда бір мықты режиссер отыратын. Сол театрды көтереді. Ол өзі бір театрда мәселен Ерсайын Тәпенов деген ағамыз болды. 25 жылдай ма Павлодар театрында Жүнісбек Аймауытов отырды. Сол театрды көтерді. Бізде Семей театрында кезде Шапай Зұлқашев деген ағамыз болды. Ол кісі бір 10 жылдай отырды театрда спектакльдерін көтерді. Ол жалғыз ол кісі ғана болғанша жан-жақтан режиссерлерді шақырды ғой. Бірақ сол бағытта бір өзінің формасын ұстап, бір бағытты ұстап, ол режиссер өзінің театрды алды қарай сүйреді, актерларын көтерді, шетелге дейін шықты. Бізде қазір режиссерлер шақырып режиссерлер көбейіп кетті. Ол шақырып режиссер келеді, спектаклін қояды, кетеді. Ол жаңа актерді өсіру, актермен жұмыс жасау деген ол қалып барады. Тұрақты бір режиссер жұмыс істегеннен кейін, бір режиссер істегеннен кейін ол актерін біледі ғой.
ол соны көтеру үшін, сол театрды көтеру үшін жанын салып жұмыс істейтін режиссер болу керек та театрларда. Көрме, бізде қазір сол жағынан азайып барамыз. Бізде шақырып жүр. Енді режиссерлерді бар шығар, енді бәріне топырақ шашпайық, бірақ енді көбі танымал болғысы келеді да, Алматы, Астанаға, сол жаққа кетіп қалады. Еліміз бойынша көптеген театрлар өз бағытын қалыптастырып, жаңалыққа, тың дүниеге ұмтылып келеді ғой енді. Бұл ретте жастар театрынан қазір қалып біраз үміт күтіп отыр енді. Қандай ерекшеліктерің бар, қай бағытқа бет бұрып бара жатсыңдар, қандай жұмыс істеп жатсыңдар, жастар театрының жұмысы туралы қысқаша айта кетсең енді. Өзің атқарып жатқан жұмыстарың, қандай жаңалықтарың бар? Қазіргі жасап жатқан жұмысымыз, дүниеміз бізге мына Астанадан Шабыт университеті дейді ғой, өнер университеті. Соны тәмамдап жатқан бір жас режиссер келіп бір шығарма қойып жатыр. Нагиб Махфуз деген ұлты араб, бірақ Египеттің жазушы, драматургы, Нобель сыйлығын алған. Сол кісінің «Біздің көшенің аңыз әпсаналары» деген бір романы бар. Сол романның желісі бойынша жаңағы айтқанда инсценировка жасап шығарма қойылып жатыр. Бұл енді қазіргі жасалып жатқан жалпы бағыты, стилі, игровой театр деген бағыт қалыптасып келеді кейінгі уақытта. Жаңағы сөзді театрдан көрі, словесный театр дейді ғой, содан көрі жаңағы әрекетке құрылған, жаңағы көрерменді енді барынша қызықтырып, соңына дейін ұстап отырады деген ойымыз бар. Қазір енді сол шығарманы қойып жатырмыз. Міне осы сәуір айының 28-і күні премьера болайын деп жатыр. Сол шығарманың жаңа премьерасы болады. Одан кейінгі енді қазір Қазақстанда өзіндік қолтаңбасы дейді. Жалпы Қазақстандағы театр әлеміндегі адамдарды екі пікірге қалдырған бір режиссер бар. Әлібек Өмірбекұлы деген жігіт. Қандай? Әлібек Өмірбекұлы. Ол кісі Әуезов театрында «Құйын» деген спектакль қойды. Ең алғаш анау Шанин театрында «Қораз» деген спектакльмен үлкен бум жасады, шум жасады деген. Екіге жарылды енді. Бұл жігіт ал халық өте жақсы қабылдап жатыр ол кісінің жұмыстарын. Сол Әлібек Өмірбекұлы деген жігіт жақында міне Қалеке театрында Қыз жібекті қойды. Түркістан театрында да триптих қойды, 3 шығарманы біріктіріп. Гамлетті, Фаустты және Қарагөз әуезов 3 шығарманы біріктіріп триптих дейді. Ал 5 сағаттық спектакль қойды. Енді сол жігітпен мен бір танысып форумда сол кісіден жағдайымызды айтып, халықты айтып, театрдың бүгінгі күйін айтып, бізге келуін сұрап, ол кісі бізге осы өткен ақпан айында 3 күнге келіп кетті, актерлармен танысты. Сол екі қазақ театрымен бірігіп бір проект басталайын деп жатыр бұйырса. Қазір ел арасында мынандай сөз бар да, кейбір мамандардың айтып қалғанын естідім, оқыдым, сонда актерларда қазақ нақыштағы өн сиреп бар театрда дейді. Адамды тартып тұратын, андай жылы жұмсақ қазақ нақыштағы керемет үндер жоқ, сондай актерлар азайып бар дейді. Енді ол үлкен қалаларда бар шығар, бізде қалай театр актерларының жетіспеушілігі бар ма бізде? Дәл қазір енді спектакльді қоя қойын десең, рөлдерге бөліп қараған кезде сол бір рөлдерді алып шығатын актерлар жетіспей қалатын кездер бола ма енді? Бір актерді мынағанда салды. Бізде мысалы жас көрермен театрында сәл қыз актриса сәл аздық етіп тұрған жайы бар қазір. Сәл емес, біз мамандығын оқып бітірген, осы 4 жыл 5 жыл оқып бітірген актриса болмай жатқаннан кейін жаңағы бәрі Алматы, Астана деп кетіп жатады. Шақырылмағаннан кейін, олар осы жаққа келіп жұмыс жасамағаннан кейін біз театр өнерін бітірген емес, жаңағы музыкалық бөлімді бітірген, немесе басқа да мүлдем театрға қатысы жоқ саланы бітірген, бірақ театрға қызығады, ән айтады, би билейді, театрда жасағысы келеді деген қаладағы сондай өнер бар қыз балалардың арасына кастинг жасап, бір іріктеп 3-4 қыз алдық қазір. Ақырын енді жұмыс жасап жатыр, бірақ қиын ондай адамдармен жұмыс жасау. Бәрібір де маман емес қой.
Иә, жұмыс істеу қиынға түседі, иә. иә, бірақ амал жоқ, солай істеп жатырмыз қазір. Осы актерлардың келмеуіне не кедергі болып тұр сонда, неге келмейді бізге? Біріншіден енді келеді, кетіп қалады, біраз аз уақыт істейді. Келіп кетіп қалатындар ол енді осы жақтың тумасы болмағаннан кейін өзінің еліне кетіп қалып жатады. Ал біздің жақтан, шығыстан барып, осы Жүргентен немесе Астанада оқып, қайтып келетіндей, мысалы бір жылда ары кетсе бір 3-4 адам бітіруі мүмкін шығыстықтардан. Оның екеуі қыз, екеуі ұл болуы мүмкін. Олар жаңағы Астанада қалғысы келеді, Алматыда қалғысы келеді, немесе сол жақтың бір театрына кіріп кетеді де қайтқысы келмейді бұл жаққа, регионға, облысқа келгісі келмейді. Ал қазіргі жұмыс жасап жатқандар осы жақтың тумалары көбісі дерлік. Осы жерде отбасылы болып, үйленіп, еңбегін етіп жатыр. Олар ұстап қалу үшін енді жағдайды жасау керек қой, енді жасыратыны жоқ. Қаржылық жағдай аз болғаннан кейін орталыққа кететін шығар енді олар. Мүмкін. Өскісі де келеді мүмкін. Енді бұл жерде баспана берсе, қаржылық жағдай жақсартып берсе, олар жақсы қойылым қойып, осы шығыстың өнерін бекітуге атсалысар еді ғой деп мен өзім ойлаймын енді. Енді ертеға сіз көп жылдан бері мынау Шабыт студенттер театрын жетектеп жүрсіз ғой, енді студенттердің басын қосып, кішігірім қойылымдар қойып. Сол бір Шабыт театрының жаңағы театр өнерінің дамуына бір үлес қосуға мүмкіндігі бар ма екен? Не істей алдыңыз? Не берді сізге өзі? Бұл тек әшейін шығармашылық жаңағы өзіңіздің қызығушылығыңыздан істеп, өзіңіздің бір ләззат татырған дүниеңіз ба, жоқ әлде бір театрға көрермен тартайын, мықты актер, актриса шықпаса да ертең театрда мықты бір көрермен болатын бір адамды тәрбиелеу деген мақсатта істеліп жатыр ма? Театрға келгендер бар ма Шабыттан? Негізі басында ешқандай ой болған жоқ. Мен үйірме болғаннан кейін балаларды жинадық. Бірақ енді қарап отырсаң, қазақ тілі әдебиеті балалар көп басында жиналды, және журналистиканың балалары. Кейіннен қарап отырсаң, мынау химия, басқа саладағы, басқа мамандықтары, мынау өнерге сорпасы, әдебиетке сорпасы қосылмайтын мамандықтың балалары келді. Негізі менің алғашқы бір мақсатым болған театрдың көрерменін қалыптастыру. Өйткені неге? Өйткені бұл болашақ ұстаздар. Олар болашақ ұстаздар өзі сол жерден үшіп, өзі сусындаса театрмен. Ол ертең барған жерінде мектептегі оқушыларын сол өнермен сусындандырады. Оларға мен актерлік шеберлікті бере отырып, тәрбие бір жағынан. Өздеріне болашақта қалай тәрбиелеу керек балаларды. Соны үйретемін театрға деген қызығушылығын арттыруға. Болашақта өздері жаңа кішкентай қойылым қойып үйренуді театрда сол кезде қызығады. Қазір мұғалімдерде бір әдіс мақсатта жұмыс жасап жатыр ғой, неше түрлі жасап жатыр. Сол тұрғыда негізі мақсат театрдың көрерменін қалыптастыру. Қалыптасты. Балады, мен студенттер барады, үзбей барады спектакльдерін көреді. Ішінен болды, бір жылдары Сахан ағамыз көркемдік жетекші отырған кезде бір-екі студенттерімді алам деп театрға қабылданып, өздері көз түсіп, бірақ олардың жағдайға байланысты, отбасылық жағдайға байланысты көп Алматыға кетіп қалды. Бір-екеуі қазір сол өнер саласында жүр, кино саласына кетіп қалды. Енді менің міндетім ол актриса мен актер дайындау емес. Просто оларды театрға қызығушылығын арттыру, театрдың көрерменін дайындау. Сол мақсатта жұмыс жасалып жатыр. Енді еш өнер кеніші десе шығады дейсіз ғой? Иә, бар. Болады. Енді оны мен бір жағынан бір өзімді сұрақ қойғам. Егер мен дайындап жүрген балаларды театрға алатын болсаң, оны 2 жыл мәпелеп, баптап, жол салып, оған көз қырын салып үйрететін адам беру керек. Ана бір жылылап ақыл айтып, мына бір жылылап ақыл айтатын болса, ол баланың басы айланып ертең не істеп не қылған. Оған бір-ақ адам болу керек. Соған сабақ беріп, үйретіп, тәрбиелейтін. Иә, біз енді жаңағы басшылықпен кеңесіп отырып, жаңағы мәдениет басқармасына біз сол жаққа қараймыз ғой, облыстық. Сол жаққа жаңағы қаражат бөлу мәселесімен ұсыныс жасаймыз. Кейбіреуі қаралып жатады, кейбіреуі жаңағы қолдау таппай жатады. Жалпы спектакльді, жақсы спектакль шығару үшін жақсы қаражат бөлінген жақсы да. Біз енді кішкене эконом жасап, барынша қысып,
колубузду алакабызды жумуштап жумшагандан кийин жанагы спектакльге онун декорациясы, актерлордун киетін кийими, ұстайтын реквизит, колдонатын заттардың бәрі жаңағы көзге ұрып тұрып, бәрі әдемі бір үйлесім таппаған болса, ол да көрерменнің жаңағы қарап отырған көрерменнің ұйқысын келтіріп жіберуі де мүмкін. Мысалы олардың бәрін көре тұра жаңағы киімі өзіне ұнамаса, декорация, жаңағы пространство ұнамаса, актердің да жаңағы арқасы дұрыс қозбай деген сияқты бір ынтасы сейіліп кетуі мүмкін. Соның барлық себеп салдардың әсерінен мүмкін де қазіргі уақытта көрерменнің аса бір көп болмай жатқан себебі де сол шығар деп ойлаймын. Жалпы қолдауды қажет етіп тұр негізі. Ол жаңағы жалақымыз енді актерлардың жалақысы аса мәз емес. Жыл сайын бір 20% ба көбейтіп жатыр. Дей тұрғанмен де қазіргі еліміздегі бір орташа жалақы қанша деп айттым? 400 мың деп айттым ба? 300 мың деді ма? Оған орташа жалақыға жете алмай жатыр ғой енді. Жетпейміз ғой. Жоқ, оны жалақы туралы айтып отырған жаңағы біз енді ортаңғы буын, үлкен буын біз жаңағы жұмыс істеп жүрген жылымызбен кішкенде қосылады да бізге білінбейді. Ал жаңадан келген балаға сен 70 мың бересің ғой, жаңағы үйі жоқ, күйі жоқ балаға ол келмейді. Ол енді шын айтқан кезде қазір 70 мың деген ақша емес. Сондықтан ол көрдің ба? Ол біраз жүреді, содан кейін кетеді. 70 мың енді ол жаңағы минимальный зарплата деп айтып отырсыз. Біз енді биыл бітіріп келген, маман бітіріп келген, жоғары оқу орнын бітіріп келген жас буын бізде бір 160-170 мың ба сондай алады екен. Енді қазіргі мына экономикалық нарықтық жағдайда 160 мың деген өмір сүруге жетеді деп айта алмайсың. Жоқ. Ол адам сонымен өмір сүріп ары қарай өнерді көркейтеді дегенге, ол өнерді көркейте алмай өзін асырай ма мәселе. Қай салада болсын сондай бір кемшіліктер бар да, соны дамымай жатыр ғой. Енді мына театр тәрбие көзі болу керек қой негізі. Қазір осындай театрға, кітапханаға, осындай мәдени орындарға бармағандықтан бұлар да ойлаймын өзім. Қоғамда наркоман көбейіп кетті, кісі өлтіретін көбейіп кетті, зорлық-зомбылық көбейіп кетті. Осыған біздің бір ата-аналарда селқостау қарайтын сияқты, балаларды ерте сондай рухани орталықтарға апармағаннан кейін жаңағы қоғамда сондай қатыгездеу ұрпақтар өсіп бара жатқан сияқты. Әйтпесе театр көрем деген адамға ашық қой. Ашық беретін дүниені беріп отыр негізі. Енді әртүрлі жанрда, мысалы, ертегілер де қойылады, драмалық қойылымдар бар, комедиялық бар, музыкалық қойылымдар. Қойып атасыздар ғой? Иә, ертегіге балалар келеді, мектептермен жалпы жүр. Бар ма? Өзеркін баласын алып ата-аналар? Ондай кісілер де бар. Жаңағы репертуарды қарап, бала шағасын алып келіп тұрып. Ал көбінесе жаңағы біздің әкімгерлеріміз мектеппен тікелей байланыс жасап, жаңағы классымен әкеледі, немесе бүкіл мектеппен бірақ әкеле салады. Сондай жұмыстар жасалады мектептермен. Жалпы ертегіге балалар көреді. Жалпы спектакльден гөрі ертегіміздің зрителі көбірек қой деймін. Біз енді сол көрермен жоғалтып алмау үшін жаңағы балаларға арналған қойылымды көбейтуіміз керек та. Өйткені бір көрген нәрсені олар екінші жол келіп көрмейді ғой. Сондықтан оларды сондай жағынан көп қойылып, балаларды көп тартуымыз керек. Содан бізде де бір жаңағы материалдан әр спектакльге бөлінетін қаражат бар да. Ол қаражат бөлінбесе ол спектакль шықпай да қалуы мүмкін. Сондықтан біз енді бір барған спектакльге 2 рет барарсың, 3 рет барарсың. Болды. Одан көрермен келмейді. Сіздер сол түрлендіріп отырып спектакльді жүргізіп жатсыздар емен, көрермен жинап отырсыздар ғой енді. Балалар көбірек келеді деп енді болашақ көрермен солар ғой енді. Осы кезде мысалы солай тәрбие болып санын көбейте берсе, театрдың көрермені де көбейеді. Сондықтан сіздерге түрлендіріп отыру үшін жұмыс істеліп жатыр ма оны? Енді жылына жоқ кемінде бір 3 спектакль шығаруға тырысамыз. Бірақ бізге жылына бөлетін қаражат сол 3 спектакльді жоғары деңгейде алып шығуға жетпей жатады. Мысалы, өзіміздегі штатта жұмыс істейтін режиссердің бір жылдық нормасы бар, мысалы, 2 спектакль қою керек немесе 1 спектакль қою керек деген сияқты. Біз сырттан жылына шама келсе бір режиссерді жаңағы шақыруға тырысып жатамыз. Ол сырттан режиссер шақырсаңыз, оның кісінің жаңағы тұратын жері бар, гонорары бар, тамағы бар, оның бәрін біз көтереміз. Сондықтан театрдың қалтасына ауыр тиіп жатады.
Сонда енді түрлендіру үшін жылына 3 спектакль қойсақ, енді сөйтіп жыл сайын қосыла берсе, біршама қатарын көбейте алуға болар еді спектакльдердің. Ал жалпы бір спектакльге бірнеше рет келе беретін де адамдар бар. Бар. Фанаттар бар, Құдайға тәуба. Енді сіздер өздеріңіз былай шығып, жаңағы балабақшалармен, мектеппен, мекемелермен былай жұмыс істейсіздер ма? Ондай істейтін кезіміз бар. Иә, мектептерге барып көрермен тартушылық тегу керек шығар деп ойлаймын мен. Жоқ, кейде енді бізді мектепке шақырып жатады ғой, спектакльді қойып беріңдерші, ана спектакльді қойып беріңдерші деп. Мына Ұлықбек Есдәулеттің Қарапима поэмасымен қойылған Қарапима деген спектакль бар ғой. Ол мектепке барсаң, оның сапасы жоғалып кетеді. Ол жерде жаңа тексті, сөзді айтып беріп қана шығасың. Өйткені режиссерлық шешімі ол жерде көрінбей қалады. Біз оны кейде театрға шақырамыз сол үшін. Ал енді ол бармайын десең, ол өзің көрермені. Ол жерге барады да біздің жаңағы декорация жоқ, свет жоқ, осындай ақ нәрсеге ойнап, актердық шеберлігінді ғана көреді да балалар. Театр осындай екен деп ойлап қалуы мүмкін. Ал енді театрға келіп көретін болса, ол бір үлкен өзіне анау қызық болады да. Жарық бар, әуен музыкасы бар, актерлік бар, киімі бар, жаңағы қараңғылығы бар, декорацияның ауысы бар, сондықтан ол әдемі көрінеді. Енді ертегімен барып жатады да, енді ол міндет, бару міндет, біз бармаймыз демес, барамыз, балабақшаға да барып жатып, Қуыршақ театрмен де бардық, ол көрерменді жинау үшін. Бірақ енді ол жаққа да сала берсек, бізге келе береді деп, олар да келе бермейді. Сонда олар театрға келгені жақсы да, бізге театрға келгені жақсы. Театрдың неменесін, ішкі құрылысын көргені жақсы. Оларға сол әдемі де өз мектептерінің ішінде актив залдарында отырғаннан гөрі. Енді біз болашақта айтамыз, бәріміз жоқ емес, бізде бар, көрермен де бар. Бізге енді қаражат бөлінсе әдемі. Содан келетін актер, актрисаларды ұстап қалатын, соларға баспана сондай жағын ұйымдастырса. Негізі мәдениетке көңіл бөлу керек қой. Мәдениет болмаған жерде озбырлық болады. Мәдениет болмаған жерде еш нәрсе болмайды. Неге Москвада театр көп? Неге оның халықтары көп? Өйткені олар сол үшін барады, шөлдеген. Осы театрына халық көп келеді. Өйткені біз сынамайды олар, сынайтпайды. Біз бүйтеміз, анаған ұнайды, мынаған ұнамайды, анаған ұнайды, мынаған ұнамайды деп отырамыз. Жоқ, қой, ұнамаса халық өзі де сол спектакльге келмейді. Келетін спектакль келе береді, жүре береді. Бар ғой, жастар театрында да бар. Антрактпен отырады, әлі спектакль бар. Ал жер бар. Ол, өйткені ол халыққа ол ұнады, өтті спектакль. Енді оның бар ғой жаңағы драматург жағын анан айтатын болсақ, ол бізге келмейді да. Ал енді халыққа ол ұнады, профессионал. Енді бір көріп аламыз да, бір профессионал көзбен қараймыз да, бір спектакльге. Актерлар өзіміз отырып аламыз да, сынаймыз өзіміздің арамызда. Ой, мынау деп. Ал бұл халыққа өтеді. Потому что халық сондай спектакль, сондай қойылымды келіп жүр. Біз қарап отырсаң, репортажымыз ылғи драма. Мен айтамын, лирикалық драма қайда? Жастарға арналған махаббат туралы драма қайда? Жарайды, комедия қояйық, ол комедия халық үшін. Комедияның өзі ойнау тұрғысында, қою режиссерда қиын да, ең жаңар комедия ойнау. Комедийный актер емеспіз кейбіріміз. Ала алмаймыз. Анау неме секілді жеңіл күлкін жасаймыз да, осындай. Жоқ, комедияны ойнау үшін ой салатын салмақты күлкілі болу керек. Ол ойланып кету керек, күліп отырып ойлану керек та. Ал күліп отырып ойламай ыржақтап кететін болса, ол театрға тағы келмейді. Сондықтан ол театрдың жүгі ауыр негізі. Көбілер айтады ғой, сендер рақат жұмыстар, барасыңдар 3-4 күндік. Жоқ, біздің ішкі жан дүниемізді сезініп жатқан ешкім жоқ. Біз айғайламаймыз, біз театрға шыққан кезде сахнада сөйлейміз біз. Мұңымызды сол жерде айтамыз. Бір спектакльге кірсек, шіркін-ай, мынау мен осылай айтсам екен, осыны осылай жеткізсем екен. Оны оқып жатқан ешкім жоқ. Біз халық дей береміз. Шынын айтқан санау, батырып айтатын болсаң, біз жаман боламыз, артымызға сөз керек деп біреуге қорқамыз. Халықты емес біз, халық тәрбиелемеуіміз керек. Біз басшылықтар тәрбиелеуіміз керек. Солар отыру керек көрермен. Солардың артынан келеді. Біз қарапайым өзі күн көріп жүрген халықты қашанға дейін зарлата береміз. Олар өз базарда кешке дейін тонып дір-дір етіп, саудасын өткізіп, кешке театрға келмейді.
ал қалтасына шыршып түкіріп жүргендер вообще театр деген екен білмейді. Сондықтан бүкіл болып біз халық өзі театр деген келетін болған, халық өзі сана сезіміне мен осы қазақпын ғой, осы қазақ театрын бір барып көрейінші, осы театр деген не өзі демалайыншы көрейінші деп келсе болады. Оларға біз 8 наурызда 22 наурызда ғана керек болып қаламыз кейбіреулер. Киімдеріңді бере тұрыңдаршы деп. Ондай емес, сол халық солар келу керек театр. Театр енді ұлы ерте дәуірден бастап келе жатыр ғой. Біздің заманымызға дейінгі сонау ежелгі грек театры, Рим театры, Колизей деген сияқты сол жерден түп тамырын алған бұл өнер ешқашан жоғалмайды, өзінің маңыздылығын жоғалтпайды деп айтпесе, сол уақыттан бері пайда болып, жоқ болып кеткен мамандықтар көп. Қазірде күн сайын мамандықтар шығып жатыр мысалы. Яғни мобилограф деген мамандық осыдан 3 жыл бұрын ба мүлдем жоқ еді. Мысалы, ондай шығып жатыр. Тағы да түрлі таргетолог бірдеңе. Бұл енді ертеңі қалай болады оны білмейміз, бірақ ол пайда болып жатыр. Ал театр ол бастан келе жатыр, ол қашанда қажет, қашанда өзінің міндетін атқарады қоғам алдындағы борышы бар театрдың. Мен өзім ойымша, театр су секілді да, ағып жатқан су. Егер адам шөлдесе су ішеді, ал өнерге шөлдесе театрға келу керек. Құрметті көрермен қауым, енді театр жайында біраз сұрақтар талқыладық деп ойлаймын. Жалпы рухани демалам, кемелденем деген адам әрқашан театрдың төрінен табылу керек. Бәріміз театрдың көрермен айналайық.